Биыл 700 тұрғын үйге термо жаңғырту жасалады. Жөндеу жұмыстары үшін бюджет 12 миллиард теңге бөлмек. Бұрын үйдің қасбеті жертөлелер жөнделіп қана қоятын. Үкімет басшысы биылдан бастап үйге қондырылатын ортақ есептеу құрылғыларын бюджет есебінен орнатуды тапсырды. Сонда тұрғындар өтейтін қаржы көлемі азаяды. Бүгін өңірлік даму министрлігінде өткен алқа мәжілісінде премьер-министр Серік Ахметов бұдан басқа саланың дамуы үшін өзекті мәселелерге мән берді. Ауыл шаруашылығы жерлерін түгендеуді қолға алған ведомство биыл бұл жұмысты қорытындылауы тиіс. Мақсатты игерілмей жатқан жер телімдері қайтарып алынады. Сосын агроқұрылыс кадастрларының бірыңғай жүйесі қалыптастырылады. Тағы бір міндет тұрғын үй құрылысы шаруашылығы және қолжетімді баспана бағдарламаларына бөлінген қаражатты тиянақты игеру әкімдердің әрбір үшін міндет. Егер орындалуы шала болса, қауқарсыз қала әкімдері қызметтен босатылады, деді премьер. Благосостояние граждан нашей страны, как сказал глава государства. Елбасы айтқандай, халықтың әл-ауқаты ең әуелі баспанамен қамтамасыз етілуіне қатысты. Тұрғындарды үй-жаймен толықтай қамту үшін де осы қолжетімді баспана іске асырылуда. Білесіздер, бұл құжатқа жыл сайын түзетулер енгізіліп келеді. Әбден жетілдірілді. 2020 жылға дейін 10 миллион, тіпті одан да көп шаршы метр үй тұрғыза алатынымызға сенемін. Министрлікке міндеттелген мемлекеттік бағдарламалар ол аз емес. Қолжетімді баспана, Ақбұлақ тұрғын үй шаруашылығын жаңғырту жұмыстары сапалы жүзеге асуы тиіс.